Кейін екінші шубхасы, бірінші шубхасы осы ташбих. Екінші шубха бұл мекен. Аллахқа мекен береді деп. Неге? Себеп кейбір ғалымдар мекен деген, әхлі сүнна ғалымдары мекен деген сөзді істетеді. Бірақ оны біз дұрыс түсінуіміз керек. Қалай? Бидат иелері Аллах субханаху ва тааланы биіктікте деп, арштың үстінде деген сөзді жоққа шығарып, соған фитна салу үшін болар Аллахқа мекен береді деп айтады дейді. Мекен береді дейді. Мекен деген сөз шариғатта келмеген. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін біз бір нәрсені білуіміз керек. Мекен жаратылған нәрсе ме, жаратылмаған нәрсе ме? Жаратылған нәрсе. Жаратылған нәрсе шекті бола ма, шексіз бола ма? Мен сендерге фәлсафа сұрап атқан жоқпын. Әшейін жеңіл жауап, солай ма? Ойланып отырудың қажеті жоқ. Мекен жаратылған ма, немесе жаратылмаған ба? Жаратылған. Оның шегі бар ма, жоқ па? Егер шексіз болатын болса, онда қателесіп қаламыз, солай ма, жоқ па? Мекен жаратылған, және оның шегі бар. Енді Аллах субханаху ва тааланың өзі туралы хабар берген хабарға қайтайық. Біз бірінші аспанды білеміз, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, курси, аршқа жетіп бардым. Арш махлуқаттардың ақыры, себебі жаннаттың төбесі арш. Одан бізге аржағына махлуқ келген жоқ. Осы жерде қайтаптан айтамын. Мекен жаратылған ба, немесе жоқ па? Жаратылған. Оның шегі бар ма, жоқ па? Бар. Арш бітті. Аржағында мекен жоқ. Солай ма, жоқ па? Себебі мекен жаратылған ғой. Мекен не ол? Жаратылған. Оның шегі бар. Бітті. Аржақта ештеңе. Аллах арштың үстінде. Аллахқа мекен бердік па, қазір жоқ па? Жоқ. Неге болмаса сонша өсек олар мекен береді деп. Түсінікті ме, жоқ па? Ахлі сүнна Аллахқа мекен бермейді. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін біз білуіміз керек, Аллах субханаху ва таала аспанның үстінде. Аспанда дегенімізден ешқашан әхлі сүнна ғалымдары Аллах аспанның ішіне кіріп алды деп айтпайды, астағфирулла. Себебі аспан жаратылған, жаратушы жаратылғанның ішінде болмайды. Аспанда дегеніміз, яғни төбеде деген мағына. Назарбаев айтып отыр ғой, төбеде, аспанда деп отыр. Алла көріп тұр деп отыр. Назарбаев не болды сонда? Вахабиш болды ма сонда? Көрдіңдер ме Назарбаев айтқанын солай? Сол үшін Назарбаев ақида оқымаған ол. Бірақ фитрасы таза адам да. Фитрасы бұзылмаған, әкелерінен қалған дұрыс сенімді сақтап қалған сияқты. Соменен аспан төбеде дейді. Мына оқыған адамдар, оқыған нәрсесі оларды негізгі фитраттан адастырып жіберіп жатыр ма? Түсінікті ме?